Саламатсыздар ма? Сабағымыздың тақырыбы қазақтың ұлттық ойындары бес асық ойыны. Бес асық ойынның мақсаты қолдың, саусақтың иілгіштік, шапшаңдығын, жылдамдық қасиеттерін дамыту. Бес асық ойыны 13 кезеңнен тұрады. Бірінші кезең бірлік. Екінші кезең екілік. Үшінші кезең үштік. Төртінші кезең төрттік. Бесінші кезең жалақ. Алтыншы кезең алақан. Жетінші кезең төртбұрыш. Сегізінші кезең арттан тастау. Тоғызыншы кезең үндемес. Оныншы кезең сарт-сұрт. Он бірінші кезең қаршу. Он екінші кезең нәби. Он үшінші кезең ұпай жинау. Үй жағдайында асық болмаған жағдайда бес асық ойынын кәмпитпен болмаса таспен ойнауға болады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.